Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар, және аса құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза. Менің аты-жөнім Шатемірқызы Ақмарал, Алматы қаласы нөмірі 173 мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерімін. Және кешегі өткен сайлауда Алматы қаласы нөмірі 3-ші бір мандаттық аумақтық сайлау округінен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына кандидат болдым. Жаңа әділетті Қазақстан құру үшін жаңа тәртіппен ұсынылған сайлаудың әділетсіз өткені туралы ақпараттарды естіп отырғаныңызға шүбәм жоқ. Барлық кандидаттар, бақылаушылар, саяси қайраткерлер мұғалімдерді кінәлауда. Онсыз да ескіліктен арыла алмай жүрген, билік не айтса соны жасайтын мұғалімдерді ары қарай адастырудың қажеті жоқ. Маған, мұғалімге, мұғалімдердің қателігін түзетуге рұқсат беруіңізді сұраймын. Алматы қаласы бойынша академиялық адалдықты сақтайтын жасақ құрып, кешегі сайлау нәтижелері қатталған қаптардың бауын шешіп, ақтарып, адасқан бюллетендердің шынайы орнын табуы үшін тексеруге рұқсат беруіңізді сұраймын. Ең болмаса осылай шындыққа қарай қадам жасалады. Құрметпен, мұғалім Шатемірқызы Ақмарал.